Баршаңызға сәлем достар, сіздерге үнемі жасап жүрген пышный болып шығатын булочкидің рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін толық көру үшін каналға тіркеліп, лайк баспауды ұмытпаңыз. Алдымен опара дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы су, қант және ашытқы қажет болады. Үшеуін бірге жақсылап араластырып 10 минутқа қоямыз. Таза ыдысымызға жылы сүт, су құямыз және сұйық май, жұмыртқа, қантты саламыз және опарамызды саламыз. Тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Қамыр дайындаймыз. Қамырды жылы жерге 1 сағатқа орап қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін тағы да бір басып 10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды бөліктерге бөліп шығамыз және де өз қалауыңыз бойынша кез келген формаға келтіріп жасай береміз. Менде обычный форма. Формамызға пергамент қағазын қойып, ретімен орналастырып шыға береміз. Мінекей достар, бетіне тек жұмыртқаның сарыуызын ғана жағамыз. Ақ немесе қара күнжет сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште жақсылап қызарып піскенше ұстаймыз. Мінекей достар, дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.